Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Қазіргі кезде жастар арасында вейп шегетіндердің саны күн сайын артып келеді. Әсіресе оқушылар мини-кальяндарға қатты қызығады. Өйткені вейп темекі секілді емес, одан хош иіс шығады, никотин де қосуға болады. Бірақ сол хош иістің өзі өте қауіпті. Вейптің қауіпі жайлы ақпарат ұсынғым келеді. Вейпте 31 қауіпті зат бар. Бұл құрылғы ингалятор секілді. Ішіндегі сұйықтық қайнағанда бу шығады. Сұйықтықтың құрамында бірнеше зат бар. Олар глицерин, пропиленогликоголь, хош иісті қоспалар, никотин кей кезде қосылмайды. Вейперлер электронды темекінің зияны жоқ деп ойлайды. Себебі оны шеккенде шайыр бөлінбейді. Дегенмен Беркли университетіне қарасты Лоурен атындағы ұлттық зертхана мамандары вейптен уытты заттардың бөлінетінін анықтады. Бұда 31 қауіпті зат болады. Оған қоса хош иісті сұйықтықты көп жағдайда қолдан жасайды. Содан бағасы да арзан. Ал аккумулятор қызып тұрғанда канцерогенді заттардың мөлшері көбейеді. Аккумулятор жарылып кетуі де мүмкін. Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, уытты химикаттардың бірі диацетил. Ол хош иістендіргіштердің 75%-інде болады. Оны тамақ өнеркәсібінде пайдаланып жатады. Бірақ деммен ішке көп тарта берсе, өкпеде қабыну процестері басталады. Бронхшалар тарылады, тыртықтары пайда болады. Жалпы уытты заттардың әсері аз емес. Олар пропиленогликоголь ағзада жиналып, аллергиялық реакцияларды қоздырады. Бауыр мен бүйрекке зиян тигізеді. Пропиленогликоголь мен глицерин ыдырағаннан кейін акрилин мен формальдегид қалады. Акрилин көздің шырышты қабығына әсер етсе, формальдегид жүйке жүйесіне салмақ түсіреді. Ал никотин қатерлі ісік ауруына әкеліп соқтырады. Құрамында никотині бар буды көп жұта берсе, адамның жүрегі айниды, басы айналады, ас қорыту жүйесі бұзылып, іші өтеді. Ал бір вейпті бірнеше адам қолданған жағдайда гепатит, туберкулез сияқты ауруларға таралуы мүмкін. Жүкті әйелдерге, аллергиямен ауыратындарға және де кәмелет жасқа толмаған балаларға вейп шегуге болмайды. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.